көркем шындыққа айналған өмір шындығының кейбір сырлары. Бұл енді мынау көркем әдебиетте жалпы көркем шығармаларда сол көркем шығарманың өзі осында оқиғалар, құбылыстар, заттар, тұлғалар дейміз. Автордың жаңағы образға айналдырып отырған образдық әлемі, заттық әлемі, оқиғалар мен құбылыстар, тұлғалар. Міне осылардың барлығының ар жағында өмір шындығы жатады. Өмір шындығында құбылыстар, заттар, тұлғалар, тарихи тұлғалар, халыққа белгілі тұлғалар осындай кездеседі мына көркем шығармаларда. Тек қана автордың қиялынан ғана емес, оның өзінің айнала қоршаған ортадан сол жаңа алынатын нәрселер, құбылыстар көп. Міне сондықтан да көркем шындыққа айналған мынау жаңағы өмір шындығынан нәр алады, содан қуаттанады. Сол өмір шындығының өзін қайталамайды, бірақ енді содан үлкен нәр алады. Ал енді сол өмір шындығын саралап отырған автор, суреткер, қаламгер, мынау соның жаңа ар жағынан көптеген өмір шындығының оқырмандарға қажеттау деген тұстарын алады да екінші, үшінші пландағы шындықтың кейбір қырлары қалып қояды. Осыдан көркем шындық жасалынады, көркем шындық түзіледі. Ал енді осы автордың жасап отырған өмір шындығынан алынып жатқан фактілер, оқиғалар, тұлғаларға қатысты мәселелерде автордың дүниетанымы, идеологиялық талап тілектері, идеологиялық сұраныс қоғамнан беріліп отырған суреттерге деген міне осылар жатқан кезде мынау жаңағы өмірдегі тұлғаларға қатысты, оқиғаларға қатысты кейбір мәселелер басқа бір қырынан көрінеді. Яғни бұл жерде автордың толық өзінің авторлық тұрғысы, позиция деп жатамыз кейде. Идеологиялық жаңағы талап тілегінен туындап жатса, оқырмандар оны қабылдап отырған, оны шындықтың өзі екен деп қабылдай береді. Енді оқырмандарға бәрібір, енді автордың жаңағы ар жағындағы идеологиялық дүниетанымы, суреткердің жаңағы өмір шындығына деген көзқарасын көп қажет етпейді. Өйткені оның ішінде сол автордың жасап отырған шығарманың ішінің көркемдік логикасы деген болады. Жаңағы көркем шындықтың көркемдік логикасы қуатты болса, яғни оның көркемдік ықпалы, көркемдік әсері мынау шығарманың эстетикалық болмысы дейміз кейде өте мол көрінсе, яғни біз енді классикалық дүниелерді көп қой, оқырман оны кәдімгідей алғаусыз қабылдайды, таңдаусыз қабылдайды, шындықтың өзі екен дейді. Міне осы тұрғыдан келген кезде біз мынау адамның, оқырманның санасында кейбір жағымсыз образдарға деген, мынау балталаса бұзылмайтын бір шаблон дейсіздер ме, мынау енді кейбір мынау жаңа айтылып отырған шаблондық дүние немесе паттерн деген бар, бір үлгі, бір қалыптасқан бір үлгі, қалыптасқан бір өнеге, ана образ арқылы берілетін. Бұлар енді балталаса бұзылмайды. Жаңа шаблонның да, паттернның да. Яғни міне осы көркем шығармада осындай өзінің бір табиғатында, көркем шығарманың табиғатында осындай бір ерекшеліктер бар екен біз айта кетсем дейміз. Мынау енді қазір кейбір біздің оқырмандарымыз тарапынан бір көркем шығарманы оқып алады да, тарихтың өзі осылай екен, тұлғаларға қатысты әртүрлі әңгімелер болады ғой. Міне соның ақ-қарасын айқындау үшін бүгінгі әңгімемізді біз өрбітіп отырмыз. Осы өзек болып отырған тақырыпқа қатысты тіліміздің ұшына мынау Пушкиннің әйгілі Моцарт пен Сальери деген шығармасы бар ғой, өздеріңіз білесіздер. Сосын Ілияс Жансүгіровтің атақты құлагер поэмасы бар. Орыс әдебиетінің классигі, енді орыстың ұлы ақыны болып саналатын Пушкиннің осы Моцарт пен Сальери деген шығармасының кейіпкері адамзатқа әйгілі ұлы композитор, ұлы туындылар туған Моцарт, оның шәкірті Сальери. Ал енді осы Моцарт пен Сальери деген кезде сол Моцартқа у беріп өлтіретін оның шәкірті, оның жаңағы жолын қуған, өнердегі жолын қуған, қызғаншақ, іші тар, опасыз, міскін жан Сальери бейнеленеді. Ал енді осы Сальери артында у беріп өлтіріп, оқырманның санасында не қалды? Яғни бұл жерде Моцартты ұлы тұлғаға қастандық жасап отырған, зұлымдық жасап жатқан Сальери бейнесі енді біздің санамызда сол өнердегі іші тар, қызғаншақ, жаңа айтып кеткен міскін бір бейне ретінде таңбаланып қалып отыр. Сальерide. Ал енді өздеріңіз білесіздер, мынау атақты қазақ поэзиясының құлагері. Ол енді солай аталды. Сәкен де, Ілияс та, Бейімбет те, Сәбит те, Ғабит те, Ғабиден де үлкен аталарымыз
кезінде классик жазушылар Ілияс поэзия келген кезде нағыз ақын енді туды, қазақ поэзиясы құлагер енді туды деп, олар көбіне осы поэзияның несінен, жаңағы өрісінен алыстап, поэзиядағы жүлделі орынды осы кімге қалдырған болатын? Ілиясқа. Міне сол қазақ поэзиясының құлагер атанған Ілиястың құлагер поэмасында өздеріңіз белгілі оқиғалар, мынау жаңағы ақан серінің, қазақтың әйгілі ақыны, арқалы ақыны, ұлы тұлға осы ақан серінің құлагеріне не жасаған, жаңағы қастандық жасаған, қызғаншақ, шықтар, жауыздықтың символы болып кеткен Батыраш пен Қотыраш. Қазақ поэзиясында кез келген ақындарды алмасаңыздар, мына Батыраш пен Қотыраштың бейнесі бір керемет, бір баламалы, нарицательный дейді, образ не болып кеткен, жауыздықтың, кәдімгі қиянатшылдықтың, Батыраштар, Қотыраштар деген ұғымдар біздің қазақ әдебиетінде поэзияда жетерлік. Міне осында қарап отырсақ, осы тұлғаларға қатысты енді айта кетейік, жаңағы алдындағы біз бастаған әңгімемізді, авторлардың көзқарастарында не жатқан. Мынау осы Моцарттың өмірін зерттеген өнер зерттеушілері, басқа да тарихтың зерттеушілері, Моцарттың мынау сүйегін эксгумациялы деген қандай, эксгумациялаған сүйекті, олар нені тапқан? Ағзада ешбір уланбаған, бұл жоқ. Сонда енді не болды? Жаңағы кім поэма шығып кетті? Пушкиннің. Сальери опасыз. Сальери ұстазына, үлкен ұлы тұлғаға қастандық жасаушы бейнесінде көрініп отыр. Ал өмірде олай емес. Яғни у бермеген, Моцарт уланбаған. Көрдіңіздер ме? Поэма жазылып кетті. Пушкиннің көркемдік үкімі шығарылып кетті. Ал енді Батыраш пен Қотырашқа келейік. Біздің Батыраш пен Қотыраштың бейнесіне келген кезде, мынау 20-шы жылдары Мағжанның бізге белгілі ақан серінің өмірі туралы очерктер бар. Ақан сері туралы очеркінде 20-шы жылдары жазылған. Сонда Мағжан айтады, бұған кінәлі Барақбай дейді. Ал енді Мағжанның шығармасында біз ешбір Батырашты да Қотырашты да көрмейміз. Кейінгі мына осы ақан серінің өмірін зерттеген, осы тұстарды зерттеген, салт-серлік өнерді зерттеп жүрген әйгілі композитор, өнертанушы, музыкант Ілияс Жақанов ағамыз айтады. Ол кісі де осы соңғы бір зерттеулерді қарап отырып, Батыраш пен Қотыраштың қатысы жоқ екендігін айтып отыр. Енді не болды? Ілияс ағамыздың жаңағы Жансүгіровтің поэмасында Батыраш пен Қотыраштың көркемдік үкімі шығарылып қойған. Пушкинде көркемдік үкімі шығарылып қойған. Бұл шығармалар өзінің көркемдік тұрғыда өмірін жалғастыра береді. Енді авторға қайтадан жаз деп айта алмайсыздар. Оған үкімімізде жүрмейді, тарихтың үкімі жүрмейді. Бұл өз кезегіндегі сол ахуалдың, сол қоғамдық ахуалдың, саяси ахуалдың авторларға тигізген ықпалы. Пушкин, Моцарт тулаған Сальери деді, Ілияс аталарымыз жаңағы осыған кінәлі Батыраш пен Қотыраш деді. Ол көркемдік логика тұрғысынан жаңағы үлкен бір эстетикалық бітімі бар әйгілі классикалық шығармалар туды. Ал классикалық шығармаларда оған көркемдік үкім шығарылып қойған. Оған авторлар, әрине авторларда кінә жоқ. Авторлар енді солай деп ойланды, солай деп шешті, сол кездегі жағдай солайға әкелді. Міне осыдан келді. Мынау осындай бейнелер туды. Енді оның ақ қарасын біз жаңағы көркем шығармадан іздеп таба алмаймыз. Көркем шығарма жазылды, үкім айтты, кетті, бітті, үзілді, кесілді. Міне біз осындай көркем өнердің бір қатал заңдылығын түсінуіміз керек. Енді мынау Мағжанның, мен енді жаңа айтып кетті ғой, осы тараптан Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романында Құнанбай, Бөжей, Майбасар, Жиренше, Сүйіндік, Байсал дейсіздер ме, Дүтбай, Тәкежан, Шұбар бейнелері авторлық тұрғыда, авторлық позиция арқылы сомдалған. Яғни мұқам оларға көркемдік үкім шығарған. Тек қана мына Шұбардың ана романдағы Дәрмен сияқты мынау несі бар екен, жағымды бір бейне беретін Дәрмен сияқты оның эквиваленті бар. Яғни оның бір екінші бір сыңары бар. Мына сонда Шәкәрім бейнесі Абай жолы романында әрі Шұбар болып кеткен, әрі жаңа айтып отырған Дәрмен. Енді сол кезде 50-ші жылдардың идеологиялық атмосферасын еске алайық. Міне сонда қарап отырсаңыздар, Әуезов Шәкәрім сияқты ұлы тұлғаның, Абайдың шәкірт ақыны, немере інісі, осындай ұлы тұлғаны қазақ әдебиетінің тарихын жаңағы мүлде сызып тастай алмағандығының
әсерінен мына қараңыздаршы, дәрмен сияқты шұбардың эквивалентін жасап отыр. Бір тұлға екіге жарылып отыр, иә? Жағымды бейне алған, жағымсыз бейне алған. Ал енді мынау Сәбит Мұқановтың Ботагөз романындағы өздеріңізге белгілі Мадияр, ар жағында Міржақып Дулат, Базархан Беденхан, Әлиханның бейнесі, иә? Ғабит Мүсіреповтің Ақан сері Ақтоқтысындағы Науан, Жалмұқан төрі, Сәкен Жүнісовтың Ақан сері романындағы Тұрлыбек Көшенов, Науан Ғазіреттер бейнелері, бұлар да осы автордың мынау жаңағы сол кезеңдердегі идеялық бағдарына, авторлық тұрғысына байланысты сомдалған бейнелер екен. Ал енді осы тұлғалардың барлығы әрине көркем шығармадағы өзінің прототипіне қатысты алсақ, одан тыс мынау кәдімгі азаматтық тарихта болсын, олар әрине өзінің мынау жағымды бейнесін алып халықтың тарапынан оң бағаланып жатқан тұлғалар, бірақ көркем әдебиетті кезеңдік әдебиет әр дәуірде осындай неге жағымсыз дейміз ба, реңк алған, жағымсыз сипат алған. Бұл да көркем өнердің осындай бір заңдылығы дейміз, шындығы дейміз. Ал енді осы авторлық позиция, оның саяси бағдары, идеологиялық мынау жаңағы бағдары дейміз ба, идеологиялық жаңағы платформасына қатысты мәселелер, яғни былайша айтқанда қарама-қайшылықтар дейміз ба, бір-біріне деген қаламгерлердің арасында әсіресе көп болған. Француз әдебиетінен атақты Бальзак пен Гюго деген қаламгерлерді алайық. Бұл екеуі замандас, 19 ғасырда өмір сүрген. Бальзак деген кісі бұл өзі мынау саяси, мынау дүниетанымдық тұрғысынан бұл король үкіметті жақтаушы. Яғни король рояль деп аталады француз тілінде, сол реалист, яғни бұл монархист. Бұл сол жүйе, бұл берік адам, мынау кәдімгі қоғамның негізгі берік қорғанышы дейміз ба, тірегі осы монархиялық жүйе деп есептеген Бальзак. Ал оның бірақ шығармаларында сол жүйеге қайшы келетін реалистік дүниелер, өйткені Бальзактың негізгі тәсілі дейміз, әдісі ол реализм. Сол реализмнің қуатты жаңағы сипаты Бальзактың көптеген шығармалары. Мынау адам әжуасы деген человеческий комедия, 100 томдық роман жазған. Барлығы кілең реалистік өрісте жазылған. Сондықтан да Бальзак өзінің авторлық дүниетанымына кейде қайшы болып кетіп жатады. Ал енді Гюго керісінше ол республикашыл, ол монархияға қарсы, романтик. Көрдіңіздер ме? Осы екі әдістің арасындағы қайшылықты енді біз қайдан көреміз? Мысалы, Бальзак 1830 жылдары романтикалық акафистер деген мақала жазған. Сонда Гюго бастаған Париждегі мынау жаңашыл романтикалық клубтардың жұмысын сынаған, отырыстарын сынаған, әйтеуір бір жаңашылдық іздейтін, сондай бір кәдімгі әсіре қызыл жаңашылдығына өткір сын қалған. Сосын Гюгоның бір Ернани деген драмасы болған, соған рецензия жазыпты. Ернани. 1830 жылы қойылған бұл Ернани драмасы сол кезеңдегі Европадан ескі театрды күйретуге басталған үлкен қадам болды. Яғни ескі театрлардың несіне, поэтикасы болсын, құрылымына жаңағы қарсы сол ескі театрды күйретуде үлкен рөл атқарған пьеса болатын. Бірақ Бальзак мынау бұл шығармаға реалист суреткер ретінде қараған. Сондықтан да ол былай дейді, осы драмада Карл Бестің образы бар. Сол Карл Бестің образына қатысты айтады. Мынау Гюгоның: "О, құдайым, бұл Карл Бес пе? Виктор Гюго тарихты қайдан оққан?" Бұл Виктор Гюго мынау кәдімгі герцог, монсеньор герцог Орлеанскийдің музейіне, галереясына бір барып, 1,5 сағат Карл Бестің портретінің алдында тұрсыншы, сонда көрер едік. Ол Дон Карлостың бейнесіне бірде бір артық сөзді, бірде бір артық оқиғаны қоспаған болар еді дейді. Міне енді қарап отыратын болсақ, кейін мынау Бальзак қайтыс болған кезде Гюгоның сөйлейтін сөзі бар. Ол қаласын қаламасын, келсін келіспесін, осындай таңғажайып туындылардың авторы дейді, төңкерісшіл қаламгерлердің үлкен бір соны буынына жатады. Яғни бұл жерде Гюго Бальзактың мынау өзі дүниетанымына, идеялық платформасына қарсы болса да, оның шығармаларының шынайылығына, сол өмір шындығын дәл беруіне байланысты айтып тұрған сыңайы болу керек. Міне біз ұлыны ұлының түсіну деп есептейміз.
Сонда Европа әдебиетінде осы Гюго мен Бальзактың арасындағы үлкен қайшылықтарды көреміз. Одан қала берді 18 ғасырда мынау ағылшын әдебиетінде ұлыма хат деген үлкен шығарманың авторы, тарихшы, публицист Шестерфилд деген болған. Осы Шестерфилдке қатысты мынау ағылшынның ұлы жазушы Чарльз Диккенс Барнейби Редж деген 1840 жылы роман жазған. Барнейби Редж. Сонда Барнейби Редж романында осы Шестерфилдтің бейнесін кәдімгі карикатуралық бір бейне ретінде өткір сынға алып, оны Джон Шестер деген жексұрын кейіпкерге айналдырып жіберген. Осыған қатысты көптеген оқырмандар, Шестерфилдтің жаңағы талантына табынушылар үлкен бір әдеби талас туғызған баспасөзді ашық хат жазған. Ол кімнен жаңағы Диккенстен сұраған, мынау жаңағы кімнің Джон Шестер сияқты жексұрын кейіпкерге айналып кеткен Шестерфилдті арашалап алу керек. Бұдан осыларды сұраймыз деп, сол кезде қысқасы үлкен бір айтыстар болған екен кезінде. Міне сонда қарап отырсаңыздар, Шестерфилд пен кімнің арасында, Диккенстің арасында, иә. Ал енді осы үлкен бір дау-дамбайлар кейін орыс әдебиетінде де Тургенев пен Достоевскийдің арасында да болған болу керек. Енді ол әдебиет тарихын зерттеушілер, парсы әдебиетінің тарихын зерттеушілер, мынау кезінде бұлардың арасында тіпті тұрмыстық тұрғыда да үлкен келіспеушіліктер болған. Парижде тұрған кезде енді атақты мыңғырған бай, несі былай әл-ауқаты мол, өзі дворян жазушысы, дворян табынан шыққан мынау Тургеневтің дәулеті өте жоғары болған. Дәулетті адам болған ғой. Сонда бір қысылтаяңдарда тұрмыстың бір жетіспеушілігінен Достоевский бір 50 таллер алды да, әжептәуір ақша. Бірақ кейін сол уақытында бере алмай жүріп, оны сотқа арызданып, шағымданып Турген мынау Достоевский менен 50 таллер емес, тіпті 100 таллер алды деуге дейін барған. Көрдіңіздер ме? Сонда бұның арты осындай тұрмыстан. Ал енді әдебиетте негізінен бұлар мынау Баден деген қалада көп кездескен. Сонда Ресейдің болашағы жөнінде көп сөйлескен болу керек. Мынау Достоевскийдің танымы бұл почвенник дейді, бұл топырақ дейді. Яғни Ресейдің өзінің төл мәдениетінің ерекшелігі, Ресей қоғамының, орыс қоғамының өзінің ерекшелігі бар дейді Достоевский айтады. Сосын оның православиялық христиандық сенімі бар. Міне осыларға осы сенімді үлкен шабуыл жасайды Тургенев. Оны жоққа шығарады. Ол орыс топырағындағы орыс қоғамының осы тек болашағы осы православиялық сенімді екендігіне, және жаңа айтып отырған сол қоғамның мәдениеттің ерекшелігі деген бұл жай сөз дейді Тургенев. Барлық болашақ та ол Европаның өркениетінде, мәдениетінде жатыр. Қысқасы осыдан келеді, бұлардың арасында үлкен дау-дамай туады. Мынау Апачинин деген бар. Сол осы Федор Михайлович дейді, мынау жаңа айтып отырған кіммен жаңа Тургенев туралы сөйлескен кезде айтып отыр. Бұл дейді, Федор Михайлович сөйлегенде қатты игіліктенетін, қолдарын еркінен сермеп, не үстелде қағазда дағдарыстырумен болды. Тек соңында қанша ащы сөздер келтірсе де, ақырын жаймен сөйлесе де, езуінен мысқыл табық кетпек дейді. Сонда мынау Федор Михайлович дейді, Достоевскийдің ол Тургеновке деген ащы жаңа айтып отырған ызасы, оны мына сөйлеген сөздерінен көрінді деп зерттеуші Апачинин жазады кезінде. Ал енді мынаны қараңыздар, Тургеневтің соңғы роман «Дым» дейді, қазақша айтсақ «Түтін», 1867 жылы «Русский вестник» журналының 3-ші санында жарияланған. Жеке баспадан 1868 жылы жарық көрген, роман 6 айдың ішінде жазылып шықты. Бұлай енді қараңыздар, романның негізгі ой қазығы, ой өзегі, тіпті Тургеневтің ертедегі философиялық, әлеуметтік, саяси дискуссиялардан кейін туындаған. Ал енді Тургеневтің бұл шығармасында қараңыздар, мұнда кейіпкерлер бар. Губарев дейді, бұл атақты Огаревтің бейнесі. Случевский деген атақты романдағы Ворошилов, ақын Случевскийдің бейнесі. Ал енді осы романдағы үлкен бір кейіпкер ол Григорий Литвинов, Сазон Потугин. Ал енді қараңыздаршы, мынау Григорий жаңағы айтып отырған Литвинов пен Сазон Потугиннің арасында қандай мәселе талас тартыс өрбиді деген кезде, ол кейіпкерлер. Осында Григорий Литвиновтың ар жағында Достоевский тұр, Сазон Потугиннің ар жағында авторлық тұрғы тұр. Міне екі кейіпкер әсіресе Ресей мәселесінде қатты таласады екен. Сонда романның түтін аталуы неден дейсіз? Түтін, яғни дым дейді.
бұл сонау роман жазған 1867 жылдан кейін де күнігі күнге де Ресейдің басындағы жағдай түтін сияқты. Яғни әсіресе Григор Литвиновтың екі бір жаңағы ақсүйек әйелдер бар, біреуі Ирина, екіншісі Татьяна. Екеуінің арасында екі ұдай жарылып жүріп, не болмаса Ресейдің жағдайы. Оны өркениетті Европа демократиясы өркениет апар ма? Әлде Ресей қоғамының өзіндік, мына топырақ дейміз ба, почвенничество дейміз ба, өзінің төл патриархалдық қоғамның өзіндік ерекшелігі апар ма? Міне осы романның ішінде қарасаңыздар, иә, қарасаңыздар. Мынау кім жаңа Потугин былай дейді, ол сенбейді кімге, Литвиновқа. Бұның бәрі далбаса дейді. Сіз дейді, мынау осы жаңа айтып отырған Ресейдің болашағы, ол жаңағы үлкен мынау Европа өркениетінде жатыр дейді да, көптеген мысалдарды Белинскийден келтіреді. Енді қарайықшы, Тургенев өзі кімді өте ұстаз көреді, Белинскийді. Одан көптеген мысалдар келтіреді Тургенев. Мынау кейіпкері жаңа айтып отырған авторлық тұрғыда деп отырмыз, Потугин де сөйтеді. Сөйтеді Григорий жаңағы кімнің жаңағы Литвиновтың дүниетанымына, оның сезіміне қарсы шығады. Міне осыдан келеді де үлкен қайшылықтар туады. Біз енді қарап отыратын болсақ, осында Литвинов деген кім дейікші? Литвинов деген, былай қарасаңыздар, кәдімгі мынау Достоевскийдің прототипі ғой. Оның арғы бабалары Данил Иванович Иртышевтер Речь Посполитиядан шыққан. Сол төңіректегі белорустарды литвиндер деп атаған. Тургенев осыны мегзеп отырған болса керек. Ал енді кейінірек, осыдан кейін Достоевский не істеттіңіздер? Достоевский өзінің атақты «Бес жындар» деген романын жазды. Сол романдағы жазушы Кармазин деген кім? Бұл Тургеневтің прототипі. Соловьев айтады, өзінің мынау зерттеуінде, очеркінде, ғұмырнамалық. Ол ұлы жазушы Кармазин бейнесі арқылы бадендік буржуаның келбетін беруге тырысқан. Жындардағы жаңағы Кармазиновтың бейнесі Достоевскийдің, мынау кімнің Степанчикова селесі және оның тұрғындары, село Степанчикова иегі обитателек деген шығармасындағы Гогольге деген карикатураны асып кетті дейді. Міне сонда осында екі ұлы тұлғаның орыс әдебиетіндегі алдындағы біз Гюго мен Бальзакты айттық қой. Осы мына өмірдегі қайшылықтар, олардың шығармашылығына әсер еткен. Мына жаңағы көркем әдебиетке әсер еткен сол кезеңдегі. Ал енді оқырман осыларды қабылдайды, әрине жаңағы көркемдік үкім айтылған кейіпкерлерді қоса жуалайды. Бұл енді түсінікті ғой. Ендігі бір мәселе біздің қазақ әдебиетіне келейік. Бұл Сәкен мен Мағжанның арасында да осындай жағдайлар болған екен. Екеуі де Омбыдағы мұғалімдер семинариясында оқыған, замандас, тұстас. Осыған қатысты Тұрсынбек Кәкішев, әдебиеттанушы ғалым профессор, өзінің мынау Сәкен сүйген арулар деген бір жинағында былай дейді. Екі қошқардың қазақта бір қазанға бас сыймайды дегеннің кері келді. Алла тағала бұның көп оқу орындарының ішінде Сәкен мен Мағжанды бір семинарияда тоқайластырып қою таңғаларлық нәрсе. Оның үстінде шығармашылық қабілеті барлардың бір-бір менсіне мойындай қоюы қиын сауда. Сондықтан мінез құлқында атқарар қызмет аз емес деп жазыпты. Енді бұл Сәкен мен Мағжанның арасында, мысалы 16 жылы Сәкен былай дейді, бір Яш деген өлең жазыпты. Бұл Яш деген Мағжанның Уфада татар-башқұрт арасында болғандығын мегзесе керек. Сәкен былай дейді, қазаққа, татарға, қанғолы батарға, тырыстым, кіруге қатарда, жақанды жақтадым, ақанды мақтадым, жүсіптен жасырып, сөз алдым асырып дейді, абайдан абайлап, тоқайдан тоқайлап, сөз алдым білдіртпей, көп ойлап, шоң ойлап, онымды ақтадым, жайғырап жатпадым, кітапша бастырдым, жан жаққа шаштырдым дейді. Міне, осыған байланысты енді кім Сәкен бұл жерде Мағжан болып сөйлеп отыр. Бірақ Мағжанды қарап қалмай, кейін заманымыздың ақыны деген өлеңінде Сәкенге қарата былай дейді. Енді бұл Сәкен болып сөйлейді. Терезеге қараймын, қарындашты жалаймын, келтірем деп өлшеуге сөзімді іштен санаймын. Босқаға мойын бұрмаймын, бітірмей жалпы тұрмаймын. Не керек жұрт сезбейді, феттен ақырын ұрлаймын дейді. Мына қараңыздаршы. Сонда кейін Сәкеннің ұлтшыл ақынға деген өлеңі бар. Бұнда Мағжан сыналады. Енді мынау осы шығармаларының көбінде саяси таптың өкілдері қатты шенелген сыналады жазушылардың бірі Сәбит Мұқанов. Сәбит Мұқановқа қатысты филологияның доктор профессор Сәбиттанушы Құлбек Эрубек былай деп жазады. Көз түрісінде даңқ тұғырына көтерілу, халық айтқан марапат сөздерді есту, сөз жазушы бақыты. Міне осындай соқпа көп тар жол тайғақ кешулерден өткен Сәбит Мұқанұлы
тағдыры күрделі жазушы болып тұлғаланады. Алайда қайталап айтамыз, бұл тақтайдай тегіс жол емес. Сәбит Мұқанұлы үлкен жазушы бола жүріп, үлкен қателіктер бұрынды. Алайда сол жылдар адасқан бір Сәбит Мұқанұлы емес, бірсыпыра қазақ жазушылары да бар еді. Оны адастырған уақыт, адастырған үкімет пен партия басшылары. Бұл Сәбит Мұқанұлының көзқарасынан, өмір жолына қатысты мәселе дейді. Ал енді Сәбит Мұқановтың Адасқандар, Темірташ, Жұмбақ жалауы романдарында қазақтың оқыған бірсыпыра азаматына ызғар төгіледі. Теміртас романында Смағұл Садуақасовтай аяулымыз жамандалады. Алашорда өкілдері туралы ашық айтылған сөздер бар, яғни алашордашыларға біраз ызғар төгіледі дейді. Ал енді жазушының осы Ботагөз романында алаш оқығандар Базархан Меделхан, ол енді ар жағында Әлихан Бөкейхан, Мадияр, Міржақып Сарбас іс-әрекеттерін оқырмандар теріс бағалады. Бұны түсініп отырсыздар. Адасқандар, мысалы Мөлдір махаббат дейді кейінгі роман. Осындағы Жақыпбек Дәуітовтің түп негізі Міржақып. Жүнісбек Маутбаевтың түп негізі Жүсіпбек Аймауытов. Әзімбай Қыдырбаевтың түп негізі Сейдәлім Кәдірбаев. Өмірді бұл оқығандар Сұлтанбек Бүркіт, Бәтима Бәтес, бұлар қамқор жандар. Міржақып Сұлтанбекке де, Мұстафаға да туған нағашы болып келеді. Енді ол романда Сұлтанбек Бүркіт, Мұстафа мүсәпір болып бейнеленеді. Ал енді осының әкесі Әбеу Әбеу мынау өмірде өте сондай прогрессивный жан. Яғни ол Бүркітті оқытып отыр, оқығанына қарсы болмай отыр. Романда ол бір зұлым жан болып кеткен, зымиян жан болып кеткен, әккі жан болып кеткен. Себебі бар кінәсі Бәтимамен қосылуына қарсы. Өмірде Бәтима, әлі кітапта Бәтес қой. Міне осыдан келеді, автор келеді да, Әбеудің бейнесін, өмірдегі Әбеуіміз бір басқа да. Бірақ енді осының барлығында біз әне Адасқандар болсын, Мөлдір махаббат болсын, романын жазушы қайда жазды деп айта алмайсыз. Бұл жазылып кеткен нәрсе, көркемдік үкім оқылмаған, ар жақта автордың идеологиялық талап тілегі, тұғыры авторлық жатқандығын біз байқаймыз. Енді мынау бұл романдар енді керемет роман болды. Кезінде Рымғали Нұрғалиев айтады, 20-шы қазақ әдебиетінің зор табысына кепіл Ботагөз десе, Құлбек Ергебек айтады, профессор әдебиеттанушы Мөлдір махаббат қазақ әдебиетінің дәуір психологиясын, адамдар жан дүниесін недәуір сәтті ашқан әлеуметтік психологиялық роман дейді. Міне, сонымен көркем дүниеге келді, ары қарай шықты. Енді бұл мынау көркем туындының өзінің осындай бір табиғатынан туындайтын нәрсе. Сәкен Сейфуллиннің Тар жол тайғақ кешу романына келсек, әрине бұл жерде түп негіз жоқ, практика жоқ, бәрі өмірден алынған. Оның енді көркемдік кейбір қырлары бар, бояулары бар. Мынау Банданы қуған Хамид деген әңгімесінде де прототиптер бар екен. Алдымен анау Хамидтің спорттық тұлғасы, атлеттік тұлғасы, көп жағдайлар енді Сәкен өз басынан алса да, бірақ Көкшетаудың Оғыпуында істелген политоделінде істеген Сәбит Мұқановтың бейнесі алынып отыр. Ана күдер деген күдірия ғой енді. Соның қуғандығы ол Сәбенің өмірінен алынған. Міне осындай өмірдің біраз нәрселер еткен. Ал енді Сәбит Мұқановтың Сәкен Сейфуллиннің біздің тұрмыс деген бір аяқталмаған романы бар екен. Қужақ дейді, ішінде Голошекин бар. Осы роман екіге бөлінеді. Біреуі Қайым-Назар, екіншісі Аян. Аянда сері Сәкен, қызыққа тоймайтын есері Сәкен дейміз ба? Сері болмысты Аянды көреміз. Бұл Аянның ар жағынан Сәкеннің де өз өміріндегі болмысы көрініп тұрған сияқты, серлік сипаттары. Ал Қайым-Назардағы ше, ол салауатты, байыпты жазушы. Бұл да Сәкеннің өзінің азаматтық болмысынан туындап тұрған болу керек. Яғни тұлғаны екіге жарған. Бұл жерде Аян да Қайым-Назарда бір Сәкеннің қайшылықты дейміз, адам пенде болғасын қайшылықты болады ғой. Соның екі қырын суреттеген. Ал енді мынау тағы бір айта кететін мәселе, Садуақас кімнің Смағұл Садуақасов деген үлкен қоғам қайраткері, Алаштың үлкен қайраткері, кезінде Сәбит Мұқановтың өмір мектебінде оңшыл коммунистердің қатарында жатып жүрген кісі бар ғой. Сол кісінің мынау Қызыл Қазақстан журналының 27 жылғы 10-11, 12-ші, 20-ші жылғы 1-2 санында жарық көрген Күміс қоңырау деген несі бар. Повесть деп жүрміз, ұзақ әңгімесі бар, сосын Күләш деген әңгімесі бар. Енді бұнда мынау Күміс қоңыраудың басты кейіпкері оқыған жігіт Сейілбек пен қазақтың сұлу қызы Сәлима. Ал енді осыны оқып жүргенде Сейілбек, жаңағы Сәлима тұлғалар кәдімгі Сәкен Сейфуллин өз басында Тұрсынбек Кәкізов зерттеп кеткен Көкеш сұлу атақты Гүлнар Мусина деген қазақ аруын танимыз. Оның басындағы жағдай, бәрі осы Күміс қоңырауда көрінеді. Ал енді осы әңгімедегі Қошқарбай өмірдегі Сәкеннің жандостары Әлкеймен Қасқабектің бейнесі екендігін біз байқаймыз. Мынау жазушының екінші әңгімесі кейіпкері Жұмажан.
Жұмажанды біз басында білмейміз, бұл түркішілдік сарын өлеңдер жазады, ақын. Күләшпен енді бұл кісі серілік құрап, кейін тастап кетеді деген сияқты. Күләш ойланып отыр, кестесін кестелеп отыр, түн ортасы болды, ауылдың бәрі ұйқыда, жым-жырт. Сонда мына Күләш отыра береді, орамалды кестелеп еді, сонда дейді, орамалды жарма, бітірем қашан кестелеп дейді. Енді осы Жұмажан деген кім деп зер салып отырсақ, Мағжанның атақты орамал деген өлеңі. Мына текст содан алып тұр ма? Ана соны айтып отыр. Міне Жұмажанның ар жағында біз Мағжанның қатынасын автордың емеурінен танып отырмыз. Енді бір тағы бір шығарма, бұл Бейімбет менің азамат шығарма. Кейін бұл зерделеніп талданды, бірақ енді осының ар жағында прототиптерге көп тоқталмақ дейміз. Бұнда айтылған мәселе мынау Сәкеннің аты бұл жерде азамат ештейді. Ол қожалақпен суреттеледі, байдың несінде жүреді, кейін азамат болды, совет тәрбиесінде болды дейді, кеңестің. Бұл Сәкеннің атақты жас қазақ Марсельезасы. Азамат, жүнжіме, жүрмемөз, дізекос, бірігіп, дізекос дейді, бірігіп деп келетін жерлер бар ғой, өздеріңіз білесіздер, басталады. Марсельеза әуелімен шығарылған, осындағы азамат сөзіне акцент екпін беріп отырады да, кейіпкер азамат болып отырады. Сәкен екені белгілі. Ал енді осы Сәкеннің азамат үшін қызмет еткен қаласы қандай болады? Бұл Қарасай қаласы. Жайшылықты оқырман біле бермейді, Қарасай енді бір қала. Ал енді осы ар жағында прототип Сәкен болып тұрса, Сәкеннің қызмет еткен қаласы қайсысы? Бұл бұрынғы Целиноград болды, ертеде Ақмола аталған қала ғой. Орыстар Ақмолинский деген. Сол Ақмолинскийдің ежелгі аты, енді Ақмола келмейді Қарасайға. Оның ар жағында қандай атаудан шықты десе, Қараткөл бекінісі атақты. Қараткөл мен Қарасай деген қазақ ұғымында өте жақын ұғымдар. Сондықтан шығармадағы Қарасайдың ар жағынан біз осы Ақмола қаласын таниды екенбіз. Мынау байдың қызы, атақты Жүндібай қажының қызы Мәриям. Ал Мәриямды да біз көбіне былай қарап отыратын болсақ, Сәкен Сейфуллиннің енді алғашқы жұбайы болған Рахиманы байқаймыз. Онан Уәли Халфин деген қыздың әкесі болған, иә. Онда Жүндібай қажы. Мұны осылай былай қарасаңыздар, өмірдегі болған тұлғаларға қатысты автордың осындай емеурін несін байқаймыз. Бір кодталған, шифрланған сұлбаларды байқаймыз, тұлғаларды байқаймыз. Ал енді мынау Мәриямның бұрынғы сүйген жігіті кім ол? Бұл Қазақ қыз деген роман жазған тапал бойлы қарасұр жігіт дейді. Мәриямды қиылып сүйетін жазушы. Жас Мәриям, еркелеткен қорқатын Мәриям деп жүріп ойынан от шықты дейді. Сонда анау несі жігіт айтады, қою қарашаш, ақ жүзді бермен аш, айым күнім туды деп, ал білегім айқас дейді. Сөйтіп кеп сүйетін шығар дәлгі жазушы дейді роман автор. Көрдіңіз бе, Бейімбеттің айтып отқаны, Бекеңнің ар жағында осы Мәриям сүйетін жағым сипат алып кеткен. Ал енді осы жағым сипат алып отқан осы кейіпкеріміз кім десек, Қазақ қыз деген роман жазған жазушының түп негізі прототип кім деп ойлап көрдік пе? Мынау Қазақ қыз романының атауы біраз бізді ойға жетелейді. Кім осы қазақ? Яғни әдебиет тарихында біз байқайсақ, осы романға қатысы бар бір тұлға суырылып шыға береді. Ол тұлға ұлы ақын Мағжан Жұмабаев. Бірақ Мағжан Жұмабаев қазақ қыз деген роман жазған жоқ. Қазақ қыз роман жазған Мағжанның Уфадағы ғалия медресесінде оқытқан ұстазы, татардың белгілі ағартушысы, үлкен жазушы, классик жазушы Ғалымжан Ибрагимов. Ғалымжан қазақ қыз деген роман жазған. Сонда романға эпиграф етіп Мағжанның кең дала көресің ғой анау жатқан, жібектей жасыл жұрттар бетін жапқан, асқар тау балдан қатты сулар бар. Әне сол анам енді мені тапқан деген жолдарын эпиграф етіп алыпты. Яғни сонымен Бейімбет Майлиннің осы романында қазақ қыз роман жазбаса да, сол оған қатысы бар Мағжанға сілтеме жасап отырғанын байқайсыз. Ар жағы емеурінен Мағжан сол баланы шыға береді. Жаңа айтып отырған қарасұр жазушының бейнесінен, иә? Оны да байқап отырмыз. Ал енді романда сіздер білесіздер, Жүндібай қажының бәйбішесінің аты Ақбілек. Басқа таппағандар. Бұл енді атақты сол кездегі алаш жазушы қайраткері Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романы шымшып өткен сияқты, жазушының шымшып өткен сияқты. Көрдіңіздер ме? Барлығында енді сол кезеңдегі идеологиялық талап тілектердің, авторлық тұрғының несін байқап отырсыздар, салқынын байқап отырсыздар, иә? Сипатын байқап отырсыздар. Енді сөзіміздің соңында Ілияс Есенберлің Қатерлі өткел деген романы бар. Бұл енді тамаша жазылған, көркемдік жағы жақсы, керемет. Осында Ахаң деген бар. Ахаң деген кім? Қазақтың ұлы ақыны, үлкен ақыны, қайраткері, қоғам қайраткерінің романы бар. Сол Ахаңның ар жағында оның шәкірті бар. Ол Бүркіт. Біз бажайлап қарайтын болсақ,
мынау Ахаңның ар жағында Ахмет Байтұрсыновтың бейнесі бар. Ахаңның ар жағында Әлихан Бөкейхановтың бейнесі бар. Міне осыларға қарап отырып, Бүркіт кім дейтін болсақ, Бүркіттен де екі тұлғаның бейнесі сұлбаланып көріне бастайды. Оның бірі Мұхтар Әуезов, екен романда Тәкежан деген роман жазады. Соғысқа қатыспаса Тәкежан деген романым қатысты дейді. Абайдың кімнің Әзілхан Нұршайықов айтқаны бар ғой. Анау майданға Абай жолы романын алып барып оқиды ғой, Абай романын, иә. Сонда біздің үйден де біреу қатысты дейді. Сол сияқты Тәкежан ауылының жігіттері деген роман жазған. Бұл енді Бүркіттің ар жағында кім көрініп тұр? Мұхтар Әуезов. Екінші жағынан Бүркіттің бейнесінде тағы да екінші бір тұлға бар, ұлы Мағжан Жұмабаев. Сонда қараңыздаршы, Бүркіттің бейнесінде әрі Мағжан Жұмабаев, әрі Мұхтар Әуезов. Ал Ахаңның бейнесінен Әлихан Бөкейханов, бір жағынан Ахмет Байтұрсынов. Осында кедей-кепшікке қамқор болып Бүркітті түзу жолға салып жүретін бір кедейден шыққан оқыған жігіт бар, ақын. Ол Қасен. Қасеннің ар жағында кім көрініп тұр? Сәбит Мұқанов көрініп тұр. Міне сонда қара беретін болсақ, біз мына көркем әдебиетте, бұл әлем әдебиетінде болсын, орыс әдебиетінде болсын, қазақ әдебиетінде болсын, осындай бір романдардағы, көркем шығармалардағы кейіпкерлердің, оқиғалардың ойынан соны сомдап отырған авторлардың өзінің идеялық ұстанымы, идеологиялық ұстанымы, талап тілегі, және ең бастысы авторлық тұр деген бар, позициясы бар. Міне осыларды байқаймыз. Осыдан келеді көптеген көркемдік үкім дейміз, сюжеттің соңында осындай көркемдік үкім шығарылады. Яғни бұл жерде жағымсыз аттенік дейміз бе, сипат алынады, реңк алынады, колорит дегендер бар. Міне осыдан келеді біз кезеңдік әдебиетте, әдебиеттің өзі кейде идеологияға айналған кезеңде әсіресе бұл айқын байқалғандығын байқаймыз. Міне біздің бүгінгі айтқан әңгімеміздің түйіні осындай. Назарларыңызға рахмет.